Саламатсыз ба, біздің арнамызға қош келдіңіз. Біз жақын арада Еуропалық қазақтардың құрылтайына арналған 3 бөлімнен тұратын видео баяндарды шығардық. Бірақ өкінішке орай бұл видеоларды соңына дейін көрмегендер көп. Оның себебі не екенін біз нақты білмейміз. Мүмкін тым ұзақ па, шыдамы жетпей ма көрермендердің. Бізге кейбір көрермендер комментарийде жазып жатыр. Осы әжелерді, апаларды түсірдіңдер, неге олардан сұхбат алмадыңдар деп. Айтып кеткендей, сол құрылтайдан шығарылған 3 бөлімді қарасаңыздар, арасында сұхбаттар бар. Сондай көрермендерге арнайы және әлі де бізді көрмеген, енді ғана көріп жатқан көрермендерге де қызық болсын деп, Түркиядан көшіп келген қазақтардан алынған сұхбаттарды бөлек осындай қысқаша видео баяндарды шығаруға шешім қабылдадық. Соны қабыл алдыңыздар. Түркия қазақтарының аталары өткен ғасырларда Шығыс Қазақстан мен Қытай қол астындағы Шығыс Түркістан аймағында өмір сүрген. Олардың аталары 1930 жылдардан кейін Шығыс Түркістандағы Қытай губернаторларының саяси қысымы мен қудалаулары салдарынан жалпы алғанда 2 дүркін үдіре көшті. Бірінші көш Елісхан және Зайып батырлардың жетекшілігінде 1938 жылы басталды. Артарынан үдіре қуған Қытай әскерлерімен шайқасып, Тибет Гималайды асып, 1941 жылы Үндістанға жеткен. Екінші көш бұдан 10 жылдан соң Мао Цзедунның төңкерісінен кейін қозғалған. Бұл көшке Қалибек Әкім, Сұлтан Шәріп Зұқа Батырұлы, Құсайын Тайжы, Дәлелхан Жаналтай сынды 4 адам басшылық жасады. Бұлар 1951 жылы Кашмир қаласына келіп орналасты. Негізінде айтылған осы 2 көштің де ізін салған Шығыс қазақтарының әйгілі батыры Бөке Батыр еді. Оспан Батыр бастаған 2-ші көштің үзеңгілес серіктері бұғау астында емес, еркіндікке өмір сүру үшін елден көшуге мәжбүр болды. Сөйтіп, олар өздерінен бұрын жүріп өткен Елісхан мен Зайып Тайжының көш жолын қуып отырып, әрине бұл арада жау әскерімен табиғаттың қиындықтарымен күресіп, құрбандар бере отырып, 1950 жылы Үндістанның Кашмир қаласына жетті. Осыған орай Кашмирге жаңа келген қазақтар мен бұрын келген қазақтар сияқты Үндістанның жаңа Дели қаласындағы Түркия елшілігіне өтініш хаттарын берді. Түркияның бас министрі Мендерес жетекшілігіндегі үкіметі 1952 жылы 13 наурызда арнайы қаулы қабылдады. Президент Жалал Баяр бекіткен сол қаулы бойынша Пәкістан, Үндістан, Кашмирдегі қазақ босқындар Түркияға қабылданды. 1952 жылы шілде айында Түркия топырағына тұңғыш табанын тигізген Құсайын Тайжы бастаған топ болды. Түркияға қазақтар көші 1952 жылдан 1954 жылға дейін созылды. Олардың жалпы саны 2000-ға тарта адам еді. Мінеки бұл аталарымыздың ұрпақтарын біз құрылтайда кездестірдік. Сол кісілердің кішігірім сұхбаттарын қабыл алыңыз. Біз бірді Көлін қаласындамыз. Бүгін құрылтайдың бірінші күні. Бәрімізге қайырлы болсын. Ел-жұртымызға бәрінің. Менің атым Рахима. Райме Cengiz ханмын, yani daha doğrusu. Özümüz vakıf olamız münakisi de. Al енді. Ben sana ne aytayım? O yerde bütün Kazak tuğusların bärine köp selam aytыңыздар. Selam aytыңыздар. Selam aytыңыздар köp. Bärimizden. Her türlüsüydü ғой. Her türlüsüydü. Biz endi bu жерде bu konu buna satатын болғандықтан yani сөйтіп жатырмыз ғой балам. Балам diye adam ver. Қайдан келдіңіздер? Керемет. Құрылтай қалай өтіп жатыр сізге? Ұнап жатыр ма? Bugün söyleme. Айман боламыз. Ayman bolam. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Men atım İsmail Sevencan bular. Zatım Kibar Aygar. 1989'dan beri Koyun Kokalasına geldim. Cumhuriyet Sitegeyi. Sodan beri 3-4'ümüz bala çağımız var. Bir yöydük. 3-4 üy oldu hazır. Kudayga şükür. Endi senlerin yaşlarımız ben katındaşlarımızga çok rahmet aytamiz. Bizim yaşlar Abdurrahman bağırımız bastap bergen eski zamanda. Sene kaçta başladın? 2002'de başlagan, sonra arkasında kede жатыр. Assalamu alaikum. Men аты-жөнүм Бейши Жаналтай. Мен өзüm Angliyadan келдим, осы құрылтайға ерекше қатысу үшін. Және ағадарымыз айтып кетті ғой. Енді bizim арғы дегіміз сол мына Шығыс Түркістанда, сол жақтан Алтайдан. Ал мен үлкен атам Жанымхан Қажы, ол уақытта Шығыс Түркістан
өкіметі болғанда сол уақытта қаржы министрі болған. Сол кісінің ұрпақтарымыз. Ал мен өзім Кашмир Индияда туғам, кейін сол Түркия, Тайван, Англия, сосын Англияда кезінде BBC-де жұмыс істегем. Кейін Қазақстан тәуелсіз болғанда сол Қазақстанға көшіп барған. Енді иншалла бұндан кейін мына Қазақстандан келген асық болсын, тоғызқұмалақ болсын, осы секілді ата ұлттық ойындарымызды осы Еуропадағы туып өскен балаларға қалай үйрету, осының бәрін осы құрылтай арқылы жай үгіттеп жатқан секілдіміз. Ал иншалла бұнан да енді келешек құрылтайда да бұнан да жақсы болады деп ойлаймын. Бәріңіз рахмет, аман болыңыздар. Рахмет. Benim adım Kadız. Özüm Avusturya Viyana kalasında. 45 yıldır ömür sürdüm. 70 yaşındayız. Nakşatır'ın gelişeğim. Biz kurultayga Viyana'dan geldik. Sizler de görüp kovanışlı olacaksınız. Kazakistan'ımız aman olsun. Kazakistan'ımız tuğu kokka götürsün. Viyana'da 45 yıl oldu Socu'da. Ömür sürdüğümüz. Pensiyonum özüm. 35 üye varımız Viyana'da. 35 yıl. 20 üyede Kazakistan'la var, 55 üyemiz. 300 değil, balaşağımız bir. Maşallah. Siz burun endi Viyana'ga, Avstriyaga qay yerden geldiniz? Ben Türkiye'den, İstanbul'dan geldik. 1978'de. Benim akederimiz 1949'da Urumçi'den gelgen. Ben Kaşmir'de Pakistan'ın Kaşmir'de? Ya. Odan gelin Türkiye'de 25 yıl ömür yaşap o şurada yok. Allah senden de razı olsun. Senden ömür versin. Kazağım aman olsun. Rahmet. Köp selam aytam. Rahmet. Köp rahmet. Біздің арнамызға міндетті түрде жазылыңыздар. Ол ары қарай біздің арнамызды насихаттауға үлкен көмек болады. Ұнады деген лайктарыңызды күтеміз. Және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көптеген жылы сөздерді оқып жатырмыз. Қазақстаннан үлкен сәлемдерді алып жатырмыз. Өте ризамыз. Барлығыңызға аманшылық тілейміз. Жаңа кездесулерге дейін достар. Сау болыңыздар.